Қайырлы күн, құрметті Нәзік әлем подкастының тыңдармандары. Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қонақта жаңа дауыс, тыңдағандарыңыздай Әсел ханым, Төребек Бекбаевтың шәкірті, бірнеше семинарына барып, Төребек ағаның теориясын өміріне, практикаға айналдырып, өмір сүріп жүрген керемет жан. Мен сізді солай танимын. Әсел ханым, енді сіз де өзіңіз таныстырып жүрсеңіз, қалай таныстырар едіңіз? Әсел апай ойлану керек деген парақша кім, қандай? Рахмет. Мүмкін сіз солай көріп жатқан шығарсыз. Шәкірті деген кезде жаңағы ұстазым деп қабылдаймын Төребек ағайды, себебі өмірімде көп нәрсеге, өзгерістерге себепші болған адам. Және қасына айтпасам болмайтын ол Алия ханымды айтқым келеді. Себебі ол кісі маған именно осы практика дейді ғой, жаңа тәжірибеде өте қатты ықпалы тиген адам. Аллах ол кісілерден разы болсын. Өзіме келетін болсақ, атым Әсел, жасым 40-та, 4 бала шағамыз бар. Өзім Қарағанды қаласынан боламын, бірақ Алматыда 17 жыл бойы тұрмысқа шыққаннан кейін тұрып жатырмыз. Мамандығым мұғалім, диплом. Бірақ өзім әртүрлі компанияларда, әртүрлі сферада жұмыс істеген болатынмын. 1,5 жылдай ойлану керек деген парақшаны ашқан болатынмын, Алланың қалауымен. Сол парақшада өмірлік нәрселерге разбор жасап бөлісіп жүрген жайым бар. Супер. Алия ханым деген Төребек ағаның жұбайы, иә? Супер. Мана айттыңыз ғой, өмірге айналдырып жүрген жайым бар деп, иә? Алған білімді максимум практика айналдырып жүрмін деп. Осы практика үшін қанша уақыт кетті деп сұрасам бола ма? Себебі теория деген нәрсені біз семинардан 4 сағат ішінде ала аламыз. Ал практикаға қанша уақыт қажет екен? Мен де енді білетін шығарсыздар, Төребек аға осы алғаш подкасттарға келіп Нәзік әлемге бастағалы бері білемін, бірақ 100% практикаға айналдыра алдым деп ойламаймын. Вот қанша жыл қажет шынымен де алған білімді практикаға айналдыру үшін? Қанша жыл қажет деген кезде есептеп жатырмыз ғой. Қанша жыл керек деп. Сосын кейін практикаға айналдыру үшін қанша уақыт қажет? Ол да нәтиже. Бірақ бізден сұралатыны тек жолға шығу. И әр күніміз жаңа өмір. Себебі мен бүгін мысалы 16 қыркүйек 2023. Ол ешқашан болмайды. 16 қыркүйек 23 жылы ол ешқашан болмайды. Демек, әр күнім жаңа өмірім. Сондықтан да бүгін ыдыс жусам, мен бүгінгі күннің ыдысын жудым. Бүгін оянсам, мен бүгін ояндым. Бүгін тамақ ішсем, мен бүгінгі күннің тамағын іштім. Сондықтан да ең бастысы жол, мен соның үстіндегі жолаушымын. Сол маңызды да есептемейміз. Мен де мысалы практикаға өту үшін қанша уақыт, басында қырсықтық болды. Қашан жетем, қашан, сколько надо. Ол адам болғаннан кейін қашан деген мен көкжиекті көргім келді. Бірақ көкжиекке жақындай берген сайын ол алыстай береді ғой. Көрмейсің ғой сен. Көкжиек келе береді, алдынан бола береді. Конец бар ма? Жоқ қой. Сол сияқты да өмірде ең бастысы жолға шығу, жолаушы болу. То есть қашаған мен практика айналдырады екем деп ойламай қойса да бола ма сонда? Иә. А что, так можно было? Есеп мені қинайды. Супер. Супер. Енді Әсел ханым, біз бірге эфир жасап жүргенде біраз мәселенің басын қозғадық, басын аштық. Енді бүгін тағы да сол мәселелерге көрермендер қойған сұрақтардың аясында сол нәрселерге кірсек. Жақсы. Қанша жерден жаңағыдай қыздардан сұраймын ғой, оқырмандардан, қандай проблемаларыңыз бар деп айтыңыздар. И барлық мәселе 4 тақырыптың төңірегінде болады. Біріншісі менің икигайым табылмай жатырмын, сүйікті ісімді не істеймін, табамын, бірақ не получается, масштабқа шыға алмаймын, бүйте алмаймын. Бір кісі айтады, мен амеба сияқтымын, ешқандай құлшынысым жоқ, жатырмын. Бір кісі айтады, қызғаншақпын, көре алмаймын деген сияқты. Мен дегенге қатысты проблема да. Енді шеңберді бүйтіп кеңейтсек, екіншісі күйеумен қарым-қатынас, енемен, қайын жұртпен, айналамен жалпы әлек болатын кісілер екінші топ. Үшінші топ бала тәрбиесімен. Балам ауырады, неге ауырады, мен қанша жыл күресіп жүрмін, не получается деген кісілер. Төртінші тарап қарыз, ақша, финанс. Біреулер айтады, қарызға кіріп кетіп шыға алмай жатырмын дейді. Екіншісі көбірек ақша тапқым келеді, не істеймін дейді. Яғни осындай барлық адамдардың проблемасы осы 4 нәрсенің айналасында сияқты көрінді.
Енді бір жаңағы ең кішісінен, яғни бәріміз мен дегенге байланысты, сол үшін мен деген нәрсені талдап алсақ, жаңағыдай мәселелер, мен өмірге құлшынысым жоқ, не істеу керек сонда адам, практикасында не істейміз? Сұрақтарыңызға рахмет. Соны еске салып отыруыңызды сұрасам бола ма? Бірінші мен дегенден бастайық. Мен дүниеге келгеннен кейін өзім осознанно істеймін ба или қалай деймін білмеймін. Үнемі кішкентай кезімнен өзіме сұрақ қойып жүрген адам болған. Солай есімде қалып қапты. Содан ол сұрақтар тек қана неге деген дәрежеде қалған болатын. И маған қызық болатын. Мен вообще өмірде кіммін? Не үшін келдім бұл өмірге? Өмірде қиын ба? Жоқ, өмірде бәрі оңай ма, жеңіл ма деген нәрсені үнемі ойланып жүретін кішкентай бала кезімнен сондай әсер есімде қалыпты. Содан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін менің бүкіл проблемаларым тұрмысқа шыққаннан кейін басталды деп ойлап жүрдім көп жылдар бойы. Өмірде көп нәрселер болды. Көп нәрселердің арасында өз-өзін жоғалтып алмау оңайға түспеді. Бірақ осы сұрақтар үнемі саған бір көкжиек сияқты болатын. Сол сұрақтарды қою арқылы мен көңілімді сол сұрақтардың шешіміне табуға неткен кезде, бұрған кезде, вот осы жерде менде, оказывается, біраз жыл өтіп кетіпті. 37 жасымда бір мынандай переломный момент болды. Уже денемді көтере алмаймын. Бас ауруы деген ол уже фоновый болып кеткен. Қаржы мәселесі, жанұя мәселесі, бала мәселесі деген бәрі бүкіл показательдер қызыл неде тұрды. Уже сос пикта болған кездер болған болады. И вот осы жерде на автомате Аллахтан мынандай нәрсе келді. Аллахым, адам болуды нәсіп ет. Адам болуды нәсіп ет деген дұғаны қайта айта беретінмін. Содан кейін көркем мінезді нәсіп етші деп дұға еткен болатын. Уже ана проблемаларды ойлағаннан әлсіз екеніңді түсінесің да, и вот осы жерде дұға етуден басқа шарам қалмады. Дұға еткен кезде именно осы екі дұға. Адам болу, көркем мінез. Осы жерде адам болу деген кезде ойлайтын, почему вот именно адам болу деген дұға айтып жатсыз деп. Себебі күйеумен ұрса салам. Адамгершілікке жата ма? Әсел жатпайды дедім. Далада балалармен күшті келе жатам да, үйге келем да оларға ұрса салам. Адамгершілікке жата ма? Жоқ. Адамдарға күштілеп келіп бәрін айтам да, бірақ сол сөзге сәйкес емеспін. Адамгершілік па? Жоқ. Қарым-қатынаста, видеода, статуста, стористе мамамды жақсы көрем деп айтам. А бірақ өзім ол звондаған кезде не істеймін? Я да трубканы көтермеймін, я да қарсы сөйлей салам. И вот осы жерде раздвоение личности деп түсінемін ол нәрсені. Мен айттым, Әсел, сен үшін бұл нормально ма? Мысалы, мен үшін ол қалыпты жағдай емес дедім. И вот осы жерде мен, оказывается, сондай дұға еткен екенмін. Адам болуыңды нәсіп етші. Себебі адам деген менің понятиямда ол басқа адам. И екіншісі көркем мінез. Себебі бір жерде о дүниеде ауыр басатын көркем мінез деп айтқан болатын. Сосын мен ойладым, маған керек нәрсе, мен сол мұқтаж болып тұрған нәрсем, оказывается, көркем мінез екен. Не ол көркем мінез екен? Сосын тағы да өзімнің өміріме қараймын, и үйдегі жаңағы жүріс-тұрысыма қараймын, көркем мінезді таба алмадым. Вот осы жерде дұға еткеннен есімде тура 6 ай дұға еттім. 6 айдан кейін Алла тағала бүкіл болмысты мен үшін жаратқаннан кейін кімді жібереді? Төребек ағайды жібереді. Осы жерде мен семинарына барам, и вот сол кезде бәрін түсіндім, все шыққаннан кейін керемет бәрі болып кетті деп айтпай, менің миымның бар екенін сездім. Оказывается, ми бар екен ғой, значит, я живая. Екінші семинарына барған кезде ол ми қозғалады екен, и Құранда да сұрайды екен, ойланбайсыңдар ма деп. Дедім. Үшінші семинарда ол басымның ауырғанын байқадым, и Төребек ағайға тура солай сұрақ қойдым. Неге басым ауырып жатыр? Ол айтады, себебі шешім шығарып жатсыздар. Ал әйел адам шешім шығара ма? Шығармайды. Әйел адам настолько нәзік, әлсіз, жұмсақ, нәзік, жаңағы қылықты, ол шешім шығару футратымызда жоқ, қолымызда жоқ. Ол қолымыздан келмейді. Алла тағала біз үшін кімді жаратып қойған? Папамызды, күйеуімізді, папа мен күйеуіміз қайтып болса, ұлымызды,
әйтеуір біреу көкеміз болса да біреу бізге жауапты үнемі, біз үшін шешім шығарады. И вот әйел адамның екі ақ функциясы бар, ол бала туу және сезім беру. Сезім деген сөзді естіген кезде мүлдем таң қалдым. Это вообще что такое, қайдан алып шыққан сөз деп. И вот осы жерде 4-ші семинар өтеді, 5-ші семинарда. 4-ші семинарда кәдімгідей жарылдым. Сондағысы жарылғаным: Аллахым, мен өзімнің надандығымен көтере алмайтын жүкті артып аппын, сол үшін кешірім сұраймын деп семинар болып жатыр. Мен туалетте 2 сағат бойы жыладым. Вот осы жерде менде бір трансформация басталған сияқты болды. Мен тірі адам екенмін. Мен, оказывается, жәндік дәрежесінде өмір сүргенім. Мен өзім бәрін арқалап алғаным. Соның бәрін анықтағаннан кейін, өзімді зерттей бастадым. А мен кіммін? Бүкіл осы ситуацияда болып жатқан жағдайларда мен кіммін? Осы жерде өз-өзімен танысу басталды. Бүкіл инструменттер сенің айналарың деді. Айналарға қараған сайын жүрегім айнады. Қалай? Мысалы, мен ойлаймын ғой, тәкаппар емеспін. Мен ойлаймын, өте мейірімдімін. Мен ойлаймын, ашуланбаймын. А бірақ көршім жүреді, өтеді, мен қараймын, раздражает, ашу келеді. Менің айнам деген кезде, значит, мен ол кісіге қараған кезде, демек, не көріп тұрмын? Ашуды көріп тұрмын. Мысалы, сіз неге барсаңыз, киімдер дүкеніне барсаңыз, киімді айнасы сатып аласыз? Жоқ. Тура сол сияқты Алла тағала маған инструмент, құралдарды жіберген. Ол құралдар менің айналарым. И ол құралдарға қарап, менің ішінде не болып жатқанын тани бастадым. Алла тағала не дейді? Мен сендерді өз есімдерімен жараттым дейді. Демек, Аллахтың 99 есімі менің ішінде бар. Распаковка личности мүмкін сол шығар. Мүмкін сол 99 есімін ашатын болсам, сол қасиеттерді бойымнан көретін болсам, табатын болсам, құрал ғой өмірімде. Аса мейірімді, аса жомарт. И вот осы бүкіл распаковка личности маған сол 99 есімнің ішінде жатқан сияқты, қамтитын сияқты. Содан кейін семинарларға қатысып өзімді тани бастадым. Оңай болмады. Бірақ бәрі оңай ғой бұл өмірде. Төребек ағайдың бір сұрағы: мен кіммін деп айтты ғой. Мен кіммін? Құлмын. Құлда не бар? Ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ болғаннан кейін, саған ештеңе тиесілі болмағаннан кейін, керемет емес пе? Вот осы жерде үнемі өз-өзімді құл позициясына түсіру арқылы бүкіл болмыс өз орнына тұра бастады. Төребек ағай айтты, бірақ сұрақ қойыңыздар: мен кіммін? Сол кезде бүкіл болмыс өз орнына тұрады деп. Оған дейін мысалы бардақ болып тұрады басымда. Бардақ, хаос, түсініксіз жағдайлар көп. И бір сұрақ: мен кіммін деп қоям. Осы кезде мен айтып жатырмын ғой, өмір деген үйімде клининговый компания келіп уборка жасағандай болды. Андай ясность дейді ғой, мен енді кішкене орысша қазақша араластырып сөйлеймін. Басымда бір ясность пайда болды. Мүмкін ол ясность емес шығар, мүмкін ол осознанность деп соны айтатын шығар, оны әлі танымаймын. Супер. Манағы икигай таппай жүрмін деген нәрсе просто Алла тағалаға жақындаса, ол өзінің бойындағы бір есім ашылады деген жауап деп түсіндім сіздің осы әңгімеңізді. Енді барлығымыз Алла тағала тек қана құлшылық үшін жараттым деді ғой, болды, басқа не икигай керек та мысалға. Бірақ әркімді әрине саусақ іздеріне қарамайсыңдар ма деп әртүрлі ерекше етіп жаратты, әртүрлі есім сипаттарымен көркемдей отыра. Және соны бір тауып алу дейсіз ғой. Мен кіммін деген сұрақ кез келген, егер мен өзімді танымай жүрсем, таба алмай жүрсем, өзім күресе алмай жүрсем, өзіме қатысты бүкіл нәрсе, бірақ сұрақ: мен кіммін? Құлмын. Құлда не бар? Ештеңе жоқ. И бізге Алла тағала жаратқан кезде не деп сұрақ қойды? Мен сендердің раббыларың емеспін бе деді. Болды ғой. Егер менің патшам бар болатын болса, ол мен үшін бәрін шешіп беретін болсам, зачем мне париться деген сияқты әңгіме ғой. Супер. 2-3 оқырманым жазған проблема.
өмірге құлшынысын болмауы, мақсатсыздық. Біреу мақсатсыздық деп ат қойып алған, мақсат қою маған қиын, жету қиын, сосын біреуінде айтады, құлшылық жоқ, ештеңе істегім келмейді, жата бергім келеді. Біреу кісі айтады, мен амеба сияқтымын. То есть құлшыныстың болмауы деп түсіндім жалпы вообще алған кезде. Бұны қалай шешсек болады? Бұл кісілерге қалай көмектессек болады? Мынандай нәрсе бар да, мысалы Алла тағала мені бүкіл жаратылыстардан үстем жаратқан. Мен Аллахтың халифасымын. Мен адаммын. Менде бар сетчатка, ешкімде жоқ. Менде бар отпечатки пальца, ешкімде жоқ. И менің генетика дейді ғой, 46 амеба. Ой, 46 амеба деп ғой. ДНК хромосома. Менде ғана бар. И о жердегі 46 хромосомадағы информация тек менде ғана. Это моя уникальность. Мен сияқты адам бұл өмірде болған жоқ, қазір жоқ и болмайды. Мынандай нәрсе бар да, мен жеті атама дейін қарайтын болсам, дүниеге келу үшін 128 адам задействованы дейді ғой, қатысқан. Мен дүниеге келу үшін 128 адам, жеті атаға дейін 128 ата әже бәрін қосқан кезде 128 адам мен дүниеге келу үшін бір-бірімен үйленген, бала туған, өйткен бүйткен, и мен келдім. Бұл тек еще жеті атаға дейін кісі. Тек жеті атаға дейін. Мен уникальный болған кезде Алла тағала айтады, мен бүкіл болмысты сен үшін жараттым дейді. Демек, осы подкаст болу үшін Алла тағала кітап алды жаратқан. Алматы қаласын, осы ЖК 3 Сұңқар, осы кітап алды дүкенін біз подкаст жазсын деп жаратқан. Қалайша мен оның бәрін тәрк етем. Мне не интересно деймін. Мен бүкіл жаратылыстан ең керемет, ең уникальный, ең үстем жаратылыс болам. Бірақ не істеймін? Өз-өзімнің бағамды білмей, еще маған жаратып берген бүкіл дүниені тәрк етем. Маған ештеңе қызық емес. Мен амебамын, мен анау, мен мынау деп өзімді амеба деп ат қойып алғаннан кейін, есептегеннен кейін маған бүкіл болмыс көрсетеді, сен амебасың деп. А егер мен сәл кішкене ойлансам, тырыссам, бірдеңе деп бастасам, енді негізі бәрі ойланудан басталады ғой. Ойлану, ол сұрақ қою, семинарда естігендей, болотадан шығаратын жіп бар ғой, құтқаратын жіп, сол ғой. Сондықтан да өз-өзіме ярлык жабыстырмай, жаңағы амеба, сосын қандай деді, атауларды атады да, сондай ярлықтарды тағып алғаннан кейін, все, сонымен келіседі и отыра береді. Ал бұл жерде ойлану арқылы кез келген ситуациядан шығуға болады. Ойлану қашан басталады? Сұрақ қойған кезде. Сұрақ қойған кезде. Жауаптар келе бастайды. Және мына сұрақ қалып кетті. Мақсатсыздық. Яғни ешқандай мақсаттың болмауы, это нормально деген секілді де сұрақтар келеді. Негізі осы жерде амеба, мақсатсыздық, жаңағы тағы да басқа атаулар бәрі надандықтан келе жатыр. Надандық ол білімсіздік, Мен білмегенде мен осындай нәрсеге келем. А бізде қазір білім алуға бүкіл жағдай жасалған. Мына жерде біз көмектесе алмаймыз адамдарға. Адам өз-өзіне ғана көмектесе алады. Себебі оның барлық сұрақтарының жауабы оның ішінде отыр. Сырттан жауап келмейді. Өзінде, ішінде. Өзіне бір сұрақ қойса жеткілікті. Мақсатсыздық, мен Алла тағала не үшін жаратты? Құлшылық үшін. Тек қана құлшылық үшін. Тек қана дегені, демек басқа мақсатым жоқ қой. И вот осы жерде менің мақсатым құлшылық болатын болса, Аллахым, мен сен үшін не істей аламын деп өз-өзінен сұрау. Супер. Бұл жерде енді мен деген қатыстың барлық сұрағына, мен кіммін деп ғана сұрақ қойып қана. Сонда представьте, кез келген, мысалы сіз әйел болсаңыз да, сіз біреудің қызы болсаңыз да, сіз біреудің жары болсаңыз да, сіз біреудің коллегасы болсаңыз, қай сфераны, қай саланы алмасақ та, мен кіммін, бүкіл вселенная орнына түседі. Супер. Бұл тақырып жабылды деп ойлаймын, бірақ бір сұрақ қояйын. Оны айтыңыз ғой, біз не үшін өмірге келдік? Мақсатымыз не? Құлшылық үшін және тек қана құлшылық үшін. Мен алып тастайын ба, әлде тұра бере ма білмеймін, бірақ айтайын. Оны көбісі жазады, икигай туралы подкаст жазайықшы, мен сізге айтып берейінші,
деген секілді. Икигайыңызды тауып берейін деген сияқты. Мен таптым, не істеймін басқа. Және оның барлығы құлшылыққа әкеліп тіремесе, ол ешқандай мағынасы жоқ секілді көрінеді. Немесе алдында бір сторис салдым ғой, андай күшті бір магазин тауып алды, айнасы бар, андай стакан, әдемі дүниелер сатып, махаббатпен салды. Сол неге сториске бір кісі жазыпты, бұл кісі икигайын тапқан ғой дейді. Мен қатты көңілім түсіп кетті негізі. Себебі икигай сонда өмірдегі барлық миссияң магазин ашып отыру емес қой. Әдемілік нәрсені ғана жасап отыру емес қой. Ол жақта құлшылық болу керек секілді көрінеді. Сол үшін икигай деген нәрсе маған жай ғана бизнес сияқты көрінеді. Енді кім біреу айналысып жүрген адамдар болса ренжімесін. Вот солай көрінеді. Әлде менің қай жері дұрыс па, дұрыс емес па, соны айтып бере аласыз ба? Бүкіл болмысты Алла тағала кім үшін жаратты? Өзі үшін. Біз үшін. Біз бармыз ба? Жоқпыз. Мен үшін. Қазіргі жағдайда икигайға байланысты, жан нұрға байланысты нәрсе. Алла тағала бұл дүниені кім үшін жаратты? Мен үшін. Мен үшін. Демек, неге сізге келіп адамдар икигайыңды тауып берейін деп айтып жатыр? Олар бар ма? Олар жоқ. Олардың артында кім тұр? Алла. Не айтқысы келіп тұр? Икигайыңды тап дей ма? Жоқ. Мен тауып алғанмын ғой. Мына жерде мынандай нәрсе. Икигай мен тауып алдым. Тауып алдым дегенде, мен бұдан сүйетін іс білмеймін мысалы. Болды. Тауып алдым ғой. Бірақ Алла тағала не дейді? Икигайыңды тауып берейін дейді. Адамдар арқылы. Өзі келіп тікелей айта алмайды ғой. Адамдар арқылы айтып жатыр. Бірақ мен не деп жатырмын? Менде бар деймін. Жоқ деймін оған. Ол айтады, мен сенің раббың емеспін бе? Мен не деп жатырмын? Жоқ. Мына жерде мәселе икигайда емес. Мәселе менің Аллахтан мен Аллахқа демегенімде мәселе. Білмеймін. Себебі қараңыз, өте көп нәрселер бар ғой. Икигайдан бөлек, мысалы, бір шықты ғой бір кісі, сюцай деп мысалы. Келіңіз сізге консультация өтейін. Сонда бәріне так бұны Аллаға айтып жатыр деп бара бермейміз ғой. Біз белгілі бір фильтр қоямыз ғой. Фильтр? Қандай фильтр? Алла үшін ба деген фильтр. Ол жақта разылық бар ма деген фильтр. Демек, менің мақсатым разылықты алу ма? Разылық маған керек па? Керек па? Мен кіммін? Құлмын. Құлда не бар? Ештеңе жоқ. Разылық керек па? Керек емес. Құлға бірдеңе керек па негізі? Жарайды, керек емес. Керек емес. Мен расчет жасап жатырмын да, мен қайда барсам да Аллахтың разылығын алуым керекпін. Сіз қайдан білесіз, Аллах сізден разы ма, разы емес па? Себебі білемін, себебі пайғамбарымыз жасаған сүннеттерінде наверняка бар. Осы жерде келдім, барлық сүннетті жасап, бастап кеттім деп гарантия бар ма? Гарантия жоқ, біз бірақ тырысамыз ғой. Енді осы жерде жарайды, онда Алла тағала қашан менен разы? Алла үшін жасасам. Мен оны қалай сеземін, қалай білемін? Шариғаттағы нәрселер болса, шариғат шеңберінде болса, сол нәрселерге Алла үшін жасасам, иншалла деп сезіледі. Осындай бір жақсы бір сезім пайда болады ғой. Шариғатты толығымен білемін ба мен? Ненің запрет екенін білемін, ненің сүннет екенін толық білемін да? Білемін. Кейбір нәрселердің точно дұрыс емес екенін білемін. Сюцай секілді мысалы. Хорошо. Енді осы жерде мынандай нәрсе да, Аллах менен қашан разы болады? Білмейміз ғой, соңында білеміз, болды. Бірақ қайта икигай келіп жатыр. Аллахтың хабары бар ма? Хабары бар. Хабардар. Хабардар. Осы жерде мен қандай тәрбие ала аламын? Біз сынақ деп айтпаймыз, проблема деп айтпаймыз ғой. Біз кез келген нәрсені тәрбие деп аламыз. Аллах маған қандай тәрбие бергісі келіп жатыр? Бірдеңе істесең қайта істе деп айтып жатқан шығар. Мен қай нәрсесіне жоқ деп жатырмын Аллахтың? Икигайына жоқ деп жатырмын ба?
сюцайға. Енді осы жерде Аллах менен разы деген ой келіп жатыр да, наверное. Из-за того, что мен жоқ деп жатырмын. Жоқ, просто жасамасам да болады деген мәселе келіп жатыр. Еще андай бар. Менде терапия, инеге тұру, сіз келіп тұрып беріңіз деген сияқты да. Немесе сондай мәселелер. Мен айтқым келгені сондай элементтер өте көбейіп кетті. Әртүрлі нәрсемен байлап қояды да. Инеге тұру. Просто негізі адамдар бақытсыз дейді ғой. Бақытсыз дейді. Біреу иненің үстінен іздейді, табады. Тырнақшаның ішінде табады. Таптым деп ойлайды. А мы имеем право их осуждать? Ну, я не осуждаю, просто мен өзім бармаймын. Сондай қорытынды жасап. Мен өзім бармаймын, но говорю, бақытты табады деп ойлайды, иненің үстінде ата болуы мүмкін ба? Шегенің үстінде? Мүмкін емес. Неге? Ну, себебі это немысленно бір, ну, какой-то бір... Кім шешті оны? Мен шештім. Мен кіммін? Құлмын. Точно? Құл шешім шығара ала ма? Шығара алмау керек. А мен не істеп отырмын? Шығарып отырмын, значит мен кіммін? Патша болып кеттім. И осындай даже кішкентай ситуацияларда мен осы кішкентай нәрселер маған не көрсетіп жатыр? Мен патшалық дәрежемді көрсетіп жатыр. Себебі Алла Тағала көп нәрсені біз үшін жаратты. И әр адам үшін өзінің болмысын жаратты. И ол бақытты қайдан табатын мен білмеймін. Ол адам мүмкін шегенің үстінде бақытты табатын шығар. Потому что шеге стоять на гвоздях деген жайдан жай шықты ма? Жоқ, наверное. Аллахта сұрап бар ма? Жоқ. Кейбіреулері тапсын деп бәлкім. Алла Тағала әр адам үшін өзінің болмысын жаратты. Вселенная дейді ғой. И вот сол адам үшін оның жолын мүмкін шегеден кейін ол Аллахты табатын шығар. И икигай распаковканың шыққанында Аллахтың несі бар ма? Хабары? Бар. Аллахта сұрап бар ма? Жоқ. Демек шықты ғой. Үлкен нығмет қой. Не ғой? Инструмент қой. Енді осы жерде мен Аллахтың разы болғанын қайдан білемін? Білмейміз вообще. Соңында білеміз тек. Аллахтың разылығын мен қашан білемін? Аллахтан мен өзім разы болған кезде. Оның кез келген нәрсесіне иә деген кезде, альхамдулилля деген кезде. Аллахтан келген әр нәрсеге альхамдулилля деген кезде мен Аллахтан разымын, демек ол менен де разы. То есть кез келген нәрсені сонда қабылдай беру керек па? Қабылдамау шешім ғой. Мен шешім шығара аламын ба? Жоқ. Не істеу керек ал? Менің кімім бар қасымда? Жолдасым бар. Тікелей сол кісіге жүгіреміз. Осындай нәрсе ұсынып жатыр. Ол мынандай нәрсе. Мен осындай күмәнім бар. Сіз қалай ойлайсыз? Практика ма? Ол кісінің шығарған шешімі. Мен жүрегімді тыңдаймын. Сезіміме қараймын. Дұрыс бұрыс. Ол бәрі дұрыс бұрыс, ол есеп. Бұл жерде енді плюс менде мынадай сұрақ бар да. Қыздар былай жазады. Мен икигайды распаковкада жасаттым. Бірақ сол шыққан бір іс, например, еш нәрсеге жетілмей жатыр. То есть адамдарда андай жабысып қалу деген болатын секілді. Тіпті Галлап бойынша да, менде осындай қабілеттер, то есть жабысып қалып та. Негізі Аллахтаға шексіз ғой. Ол бәлкім өзгеріп кетеді бір күннен кейін, екі күннен кейін басқа ісі. Соны жеткізгім келді адамдарға ше. Соны түсіндіргім келді. Яғни мана айтқандай әр күн жаңа күн, әр күнде жаңа мүмкіндіктер пайда болады. Жабысып қалмау керек секілді көрінеді. Таппай жатырмын, не істеймін? Просто жолға шығу манасы айтқандай. Соны жеткізгім келді. А мен немеге жабысып жүрмін қазір? Түспен. Жаңа айтады сол адамдар как будто бір нәрсеге жабысып қалған сияқты. Олар менің айналарым ғой. Мен немеге жабысып қалдым қазір?
Неменеге жабысып қалдым дейсіз ба? Мен өз икигайымды таптым деп жатсыз. Жабысып тұрмыз ба? Алла тағала мүмкін. Сізге звондап жатқан әр адамның артында тұр ғой. Сол арқылы не айтқысы келіп тұр? Ары қарай дамы. Иди дальше. А я говорю, я же таптым ғой. И қазір Аллахтан келіп жатқан нәрселерге, месседждарға қазір не деп жатырмын? Супер. Ал адамдарға не айтамыз? Адамдар бар ма? Мен просто көрермендердің сұрағын арқалап алып келдім сізге. Олардың сол жаман айтып едіңіз ғой, сұрақтарды есіме салып отырсаңыз деп. Сол сұрақ арасында қалып кетті. Мен таптым, не істеймін, бітті. Жасай алмай жатырмын еш нәрсе деген сияқты сұрақтар бар. Ең бастысы жолға шығу маңызды и тоқтамау маңызды. Бастап кетіп тоқтамау, да? Тоқтаған бос адаммен кім нетеді, айналысады? Шайтан. Шайтан деді, уже айналысады. И вот осы жерде ең бастысы процесте болу. Процесте болу даже сұрақ қоюдың өзі процесс, үлкен процесс. Сондықтан да мына жерде ең бастысы тоқтамау. И мен уже айтқан болатын, білмеймін, 40 жыл намазды оқыған адам туралы. 40 жыл намаз оқиды, и сол 40 жылдан кейін бір намазды үлкен ләззат, вау, эйфория. И вот осы жерде айтады, міне екен ғой настоящий намаз, ықыласпен шынайы оқыған намаз осы екен ғой деп тұжырым шығарады. И вот осы жерде ол 40 жыл бойы намазды неткен жоқ қой, тастаған жоқ қой, оқи берді. И оқи бергеннен 40 жылдан кейін Алла тағала түсіну берді оған. Ықыласты шынайы намаз осындай болады деп. 40 жылдан кейін намаздың ләззатын сезіндірді. Демек, біз бір нәрсені жасап жатқан кезде бүкіл нәрсені опыт деп қабылдау керек. Кішкентай жүрейін деп жатқан бала туралы мысал келтірген болатынмын. Ол бір попытка жасайды, 2 попытка, 3, 4 құласа ол қайтадан талпынып көреді. Сондықтан да мен үнемі кез келген нәрседе бәрін көріп шығу керек. Себебі мен оның не екенін көрмей, қалай сыртынан бақылап просто айта аламын, мына нәрсе маған болмайды екен, мына нәрсе болмайды екен деген сияқты. Сондықтан да оның ішіне кіріп, көріп, дәмін татып дегендей, содан кейін ғана барып майо не майо деп нәтиже шығаруға болады. Мысалы, енді естуім бойынша Америкада естиді, резюме деген бар ғой, резюме, сосын кейін портфолио деген бар. Қандай витамин ішкенге дейін жазады, и балабақшадан қандай үйірмеге барғанға дейін жазылады резюмесінде. Демек, жұмысқа тұрған адам, 30-дағы адам, өзінің балабақшадан келе жатқан портфолиосын алып келеді. Себебі неғұрлым көп навык, соғұрлым адам ашық деген сөз. Бұл өмірде бәрін көрген, дәмін татып көрген деген сияқты. Или мысалы құлпынайдың тортын дәмін көрмей, мен құлпынай туралы айта алмаймын ғой ештеңе. Мен барамда құлпынайдың тортын жегеннен кейін, дәмін сезгеннен кейін, оның кремін жаңағы үстіндегі оформлениясын көргеннен кейін, мен суреттеп бере аламын да сізге. Демек, бұл болмыс мен үшін жаратылған. Бәрімен қолдан, бәрімен құлшылық жаса. И содан кейін бөлісе, білгенімен бөліс. Поэтому здесь Алла шексіз ғой, бәрін беріп жатыр маған. А бірақ кейбір нәрселерге шектеу қойып жатырмын да. Мынамен болмайды деп, мысалы икигай, сюцай деген сияқты. Ол бәрі инструмент. И оған, наверное, олар ислам шеңберінде емес, андай емес, мындай емес деп айту, ол уже как шешім болып кетеді да. Құрал ретінде қолдана беруге болады дейсіз ғой. И ниетке байланысты кім үшін қолданылады. Кім үшін деген сұрақ қойған кезде ар-ождан бірден жауап береді. Күйеуім болса күйеуімнен сұраймын, күйеуім жоқ болса сізге жазып жатқан негізі публика, аудитория сізде жас қыздар. Жас қыздарды сіз папаларына нетесіз, жібере аласыз. Ол үлкен нәрсе болады да. Наконец-то оның әкесі, менің қызым бар екен ғой. Қызыма мынандай көмек керек екен ғой. Мен де, оказывается, бұл өмірде значимый екен ғой деген нәрсені сездірсеңіз, нұр үстіне нұр болар. Супер. Енді екінші тақырыпқа көше аламыз ғой да. Екіншісі күйеумен қарым-қатынас. Бұл подкастты ары қарай тыңдау ақылы. Құны 2000 теңге. Төменде көрсетілген сілтеме бойынша төлем жасап, жалғасын әрі қарай тыңдай аласыздар. Көбісінің айналшықтап жүретін мәселесі, жолдасым, мен ара қатынасымыз дұрыс емес, бастапқы
ән жоқ, екінші әйел деген мәселе бар. Ол енді бір бөлек тақырып па, білмеймін. Ұрысып қаламыз, мен ажырасқым келеді, күш көрсетеді, күйеумен қарым-қатынас. Бір тақырып қойсақ, сондай тақырып шығады. Жаңа жоғарыда айтып кеттім ғой, тұрмысқа шыққаннан кейін менің бүкіл проблемам басталды деп айтқан болатынмын. И вот осы жерде неге олай айттым? Себебі мен тұрмысқа шыққан кезде маған мені в полный рост көрсететін айна пайда болды да просто. Себебі тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуім ол Аллахта сұрап жоқ деп айттық қой, тең-теңімен тезек қабымен. Алла тағала мен үшін менің айнамды жаратып берді да. И ол айнам мені тәрбиелейді. А мен ойладым, менің бүкіл проблемам сол кезде басталды. Проблема емес екен, менің тәрбием сол кезде басталды. Неге? Аллахтың мейірімі. Алла тағала, мүмкін мен тұрмысқа шығардың алдында көмір сияқты болған шығармын. Көмір сияқты қара, кір. И осы қара, кір көмірден Алла тағала бриллиант жасағысы келген шығар. Сондықтан да маған тәрбиеші жібереді. Жолдасымды жібереді. И мен о кісіге жолдасым деп қарайтын болсам, жолдасым жол деген сол сөзден шығады ғой, түбірі, да? И вот ол менің жол бойы, жаңа айттық қой, жолға шығу маңызды деп. Сол жолымда демеу беретін, мені тәрбиелейтін Аллахтан келген керемет құралды. И вот күйеумен қарым-қатынасыма қарап, мен кім екенімді күйеуімнен артық ешкім көрсете алмайды. Себебі ол мені қандай кезде алды? В самом рассвете сил дейді ғой, жаңағы жастық шағымда алды. И вот осы жерде уже осознанность дейді ғой, жаңағы сол нәрсеге біз жол басып жатырмын ғой мен, мысалы қадам бастым. И вот осы жерде маған Алла тағала күйеуім арқылы мені өз-өзіме таныстыра бастады. Мен солай түсінемін да, күйеуім. И күйеумен қарым-қатынас, негізі қызық нәрсе естідім кеше. Әйел деген сөз араб тілінен алғанда ниса, инсан, и тағы да бір сөзді айтты. Ұмытшақ деген несі түбірі ұқсайды екен. Ұмытшақ деген, әйел ұмытшақ. Инсан, нисан, адам да ұмытшақ. Аха. Және ниса, түбірі бір болып тұр. Иә, ұмытшақ. Себебі дейді, демек менің фытратымда бар, болмысымда бар ұмыту. Егер мен ұмытшақ болмасам, мен әке-шешемді ұмытпасам, мен тұрмысқа шыға алмаймын. Мейірімін қараңызшы, нығмет, қандай керемет. Мен егер ұмытшақ болмасам, мен төркінімді қиып, басқа үйге, қайын жұртқа кете алмаймын. Керемет. Керемет, иә. Ұмытшақ болмасам, бір туған баладан кейін екінші рет қайтадан бала туу екі талай. Қиындығынан. Себебі мен егер қиындықты ұмытпасам, мен екінші рет бала туу екі талай. Ал ер адам, зікір деген сөз. Түбірі зікір, зәкәр, ер адам. Еске салушы. Супер. Представьте, я ұмытшақ, а он еске салушы. Идеальный тандем. Мұғалім және оқушы форматы ғой, енді зікір еске салады, ұмытшақ оқушы халі. Демек, супер. Если мен по жизни ұмытшақ, а если он по жизни маған еске салушы, идеальный же тандем. Демек, мен күйеуіме енді солай қарайтын болсам, бір құрмет, уважение жаңағы, Аллахтан келген инструмент деп қарайтын болсам, өмірім жеңіл болады. Қабылдау жеңіл болады. А как это все на практике? Әсте-әсте үйреніп келе жатырмын. Но әйелдің тұрмысқа шыққаннан кейін ешқандай функциясы жоқ, кроме жаңағы айттық қой, бала туу, сезім беру. Негізі менен сезім беру жеткілікті. Баланы енді әр апта или әр жыл сайын или 3 апта сайын тумайсың ғой енді, да? Или как мысалы жануарлар 4 ай, 7 ай, 8 ай, там ондай нәрсе жоқ. Алла берген кезде ғана туасың. Демек, менің айналысатын функциям ол сезім беру. Сезім беру дегеніміз бензин құюмен тең. Бензин құю жаңағы машинаға. И машина осы жерде саған шешім шығарып береді. Күйеуімді Алла тағала маған шешім шығарып беруші, решала, қорғаушы, асыраушы ғып маған жаратып берген күйеуімді. А мен оны сезім беретін адаммын. И вот осы жерде мен егер оған бензин, су құятын болсам, бензиннің орнына сезім емес, а су
кейбір курстарды сатып алады ғой адамдар, сосын не дейді, ой, что-то такие курсы, вода деп. Вот осы жерде мен сезім айтпай, даже өтірік сезім білдірткеннің өзін адам сезеді ғой, фальш, вода. Вот осы жерде машина не істейді, тұрады. Бензин құймасаң сумен жүрмейді ол машина. Егер мен арасында оған су аралас бензин құятын болсам, бұрқылдайды, бұзылады, солай жүреді. Ал егер мен ең қымбат А98 деген бензинді құятын болсам, машина жүреді, ешқандай помеха болмайды, ремонт болмайды деген сияқты. Енді сезім деген не? Қалай ол сезім беру деп сұрап жатады адамдар. Сезім беру деген тек қана сезіммен сөйлесу. Күйеуімізге претензия, приказ, шарт қоймаймыз, тек сезіммен сөйлесеміз. Сезім үш түрлі болады: позитивті, негативті, нейтралды. Қалай бар, тура солай жеткіземіз. Негативті сезімдер келді ма, кешірім сұраймын арқылы шығарамыз. Мен саған ашуланғаным үшін кешірім сұраймын, мен саған қырсыққаным үшін кешірім сұраймын, мен саған өкпелегенім үшін кешірім сұраймын деп үнемі кешірім сұраймын деген сөздер арқылы шығарамыз. Позитивті сезімдер қалай бар, тура солай жеткіземіз. Ал нейтралды сезімдер ол өздігінен келетін сезімдер. Шаршау, сағыну, қызғану деген сияқты сезімдер. Вот осы жерде не істейін деп өзінен ақыл сұрайсыз. Мысалы, жолдасыма бір рет айттым, солай көрші ханым келген кезде бір нәрсе сұрады. Сол бір нәрсені сұраған кезде менде ішімде қызғану сезімі оянды. Осы жерде мен айттым, мен сізді қызғанып тұрмын, не істесем болады? И ол кісінің реакциясы таңғалды да, қалай қызғанып жатсың? Мен айтамын, вот солай қызғанып жатырмын, не істесем болады десем, қош қызғанба дейді. Мен қош қызғанба деген кезде маған бір жүрегім тынышталды деп айта алмаймын. Артынан тағы бір нәрсені есіме түсті. Үйге келетін бір келініміз бар. Ол мен жолдасымның жерлесі болғаннан кейін аға дей берді. Мен оказывается соған да қызғанады екенмін. Өзі келеді екен андай сезімдер. Мен айттым, негізі келініміз келген кезде мен келінімізді да қызғанады екенмін, не істесем болады дедім. Сосын айтады, қош, оған неге қызғандың дейді. Келін емес пе, еще тем более менің келінім да, менің інімнің әйелі. Сосын мен айттым, білмеймін, мен қызғанады екенмін дедім. И үшіншісінде жолдасымыз бар, ерлі зайыптылар. И ол кісілер келген кезде мен қызғанады екенмін. Соны айттым, мен қызғанамын деп. Сосын кейін ол кісі таңғалды. Негізі түрінен көрініп тұрды. Ол кісіге ұнады менің қызғанғаным. Мен жеңілдедім. Неге? Себебі мен осы үш адамға оянған қызғаныш сезімімді апарып бердім. Нені апарып бердім? Сезімдерімді. Қарым-қатынас дегеніміз, қарымта ол біреудікі ғой. Оны апарып беру керек өзінің иесіне. Иесі кім болды? Жолдасым. Қарымта дегенім жаңағы Аллахтан келген сезімдер. Алла тағала айтады, мен сені құлшылық үшін жараттым. И жақсы мәміледе болыңдар деген нәрсе бар ғой. Жақсы мәміле қашан болады? Мен өзіме келген, Аллахтан келген сезімдерді өз адресатына көркем түрде жеткізген кезде болады. Тас жеткізіп емес, көркем түрде. Вот осы жерде мен оған айтқаннан кейін, ол кісі деді, маған айтты, кімге қызғанатын, 17 жыл бойы қызғанып жүрген қызғаныштарын айтып берді. Вот осы жерде түсінбейтін бір құбылыс болады да, керемет нәрсе. Мен өз қарымтамнан құтылған кезде, ол кісі өз қарымтасынан құтылған кезде жеңілдік пайда болады адамдарда. Плюс араңызда бір мені қызғанады екен ғой деген бір махаббаттың ұшқындары оянуы мүмкін, иә? Әрине. Супер. Керемет. И осы жерде мен босадым қызғаныштардан. Ол кісі босады, и екі жақтан бізде прям жеңілдік болды. Керемет жеңілдік болды. Демек мен әр сезімдерім жинай беретін болсам, рюкзак деген нәрсені алсақ, әр сезім келген сайын иесіне апармай, қайта неге рюкзагыма салып, соны арқалап жүрсем. Ауырлайды. Иә. Позитивті, негативті, нейтралды сезімдердің бүкіл қандай сезім болса да физикалық ауырлығы бар. Демек, мен сезімдерді өзімде жинау арқылы өзіме не істеп жатырмын? Арқалап жатырмын. Алла тағала айтады, ол сенікі емес,
саған қатысты емес, өзінің адресатына апар деп жатыр да. И осы жерде көркем мінез тап дейді. Құлшылық жаса, көркем мінез тап дейді. Көркем мінез дегеніміз не? Бір апарған тасыңыз, бір ілмек. Сіз өзіңізге жұмаққа апаратын киіміңізді тоқылатсыз. Сезім апару арқылы жай ғана. Сезім апару арқылы. Көркем мінез түрде көрсету арқылы мен бір көркем мінез, бір ілмек. Бір көркем мінез, бір ілмек. И солай мен өзіме жәннатқа не тоқып жатырмын? Киім тоқып жатсың. Супер. Демек, біз сезімді апарсақ, сосын Алла тағала бала берген кезде бала туса, мен өзімнің әйелдік функциямызды атқарған боламыз. Әйелдік функциясын, сезім ғана беру көркем түрде. Енді ал проблемалар пайда болады осы функцияны атқармаған кезде. Әйел еркектің рөлін өзіне алып алған кезде осы жерде қиналу басталады. Себебі бізде айттым ғой жаңағы әлемде не? Гармония. Бүкіл жерде гармония, баланс. Бүкіл жерде баланс. И Алла тағала әділ ғой. Маған көтере алмайтын жүкті бермейді. И мен өзімнің надандығымен көтере алмайтын жүкті өзім артып алғаннан кейін өзім содан қиналамын. Ол қандай жүк? Күйеуімнің функциясын өзіме алып алған кезде. Мысалы, жауапкершілік, ақша табу, ақша үшін жасау и так далее. Но бірақ ол кішкентай нәрселерден басталады. Шешім шығарудан. Қандай тамақ пісірейін деп сұрамай, өзім тамақ пісіріп кеткен кезде. Өзіме ұнаған тамақты пісіруге. Ақылдасуға болады ғой. Незначимый деп көреміз бұл нәрсені. Ал осы жерде қарым-қатынастан қашып жатқандай боламын да. Керемет мүмкіндіктен айырылып қалғандай боламыз, Бұл әсіресе андай жолдасы іскер болып кеш келетін әйелдерге күшті лайфхак екен. Андай бір мәселе болған, бір апта бойы жолдасым әркез кеш келді. Таңертең ерте тұрып жұмысқа асығамыз деген сияқты. И сол кезде мен сезіндім қарым-қатынастың аздығын. Прям айттым, мен қарым-қатынас маған жетіспей жатыр. Негізі бұл жерде мен сезімді толық апара алмай жатырмын деген нәрсе ғой. Мысалы, мен қарым-қатынас жетіспей жатыр деген кезде претензия айттым ғой оған. Претензиямен айттым. Это претензия? Конечно. Когда мне не хватает қарым-қатынас, мен не сезінемін? Осы кезде бір апта бойы сіздің жолдасыңыз кеш келген кезде сіз не сезіндіңіз? Жалғыз. Вот. Жалғыздық. Мен сіз жоқ болған кезде өзімді жалғыз, керексіз, как будто бір осы дүниеде жалғыз қалып қойғандай сезініп тұрмын деп айтсам, жолдасым түсінеді. Мен жұмыста көп болған кезде ол өз-өзін жалғыз сезінеді. А претензиямен айтқан кезде түсінбейді. Келіп тұрмын ғой, келіп жатырмын ғой, мен басқа жақта қонып жатқан жоқпын, мен саған келіп жатырмын, я не понимаю дейді. Себебі мен ол жерде жүрегім қаққан жоқпын. Претензия етіп отырмын. Да, тарс еткізіп ол келіп жатыр, и мен оған тарс еткізіп, мен сіздің қарым-қатынасыңызға мұқтажбын деген жоқпын. Не дедім? Қарым-қатынас аз болып жатыр деп шешім шығара салдым. Претензиямен айта салдым. Супер. Енді мұндағы көрермендердің сұрағы. Измена айтпақшы ол да болды. Мен білем дейді. Бір-екі жыл болып жүр, мен білем, не істеймін деген сияқты. Измена болса ажырассам бола ма? Сосын екінші әйел мәселесі. Осы екеуін айтып жіберсек. Бірақ қалған барлық күйеумен қарым-қатынас схема енді түсінікті болды ғой. Әркім өз функциясын орындау қажет. Орындамаса, сіз әйелдер өзіміздікін орындамаса, ол да өзіндікін орындамайды деген секілді схема түсінікті болды. Енді осы екі мәселе. Екінші әйел және измена. Измена дегеніміз менять. Өзгерту, ауыстыру деген сөзден шыққан сияқты еді, мысалы. Измена енді орысша түсінікті, ал былай қазақша мен не емес бұндай. Көзге шөп салу деп айтады. Қазақша көзге шөп салу деп айтады, а орыс тілінде ол жақсы мысалда измена. От слова менять. Сонда кто кого хочет поменять деген нәрсе ғой. Мысалы, бұл сұрақты қойған адам күйеу үшін проблема емес, сұрақ қойып жатқан адам үшін проблема. Демек, бұл тәрбие сұрақ жатқан адам үшін болып жатыр. Күйеуімізді алмаймыз мына жерге. Его нет. Его нет. Он инструмент. И вот осы жерде мен сұрап жатырмын ғой. Күйеуім маған измена жасады деп жатырмын. Демек, осы жерде кімнің тәрбиесі жүріп жатыр?
сұрақ қойған адамның тәрбиесі жүріп жатыр. Мне изменили. Вот осы жерде мен өзіме сұрақ қоюға болады. А где я сама себе изменяю? Мысалы, әдемі киінгім келеді, киінбеймін, айтпаймын ол туралы күйеуіме. Оқығым келеді, дамығым келеді, сезім жеткізбеймін. Это измена? Само себе я не изменяю. И муж через свою измену, может быть, мне показал, что я сама себе изменяю. Немесе функциясы, главный функциясы, басты функциямыз сезім беру дедік қой. Сол болмысыма қарсы тұрып, сезім бермей жатырмын. То есть мен өз-өзіме измена жасап жатырмын. Это один из вариантов. Негізі ситуацияны оқи берген сайын ол ашыла береді. Әсел ханым былай айтты екен деп, ол былай деп қабылдау, ол дұрыс емес. Мына жерде мынандай нәрсе бар. Оқы деген сөз түсті ғой бізге. Демек, бір Құран оқы, өзіңді оқы, болмысыңды оқы. Изменаны оқи берген сайын ол бір бұлақ сияқты ашыла береді. Бұлақтың көзі негізі былай, мысалы зәм-зәм суы шыға береді ғой жер астынан. Тура сол сияқты шексіз шыға береді. Әр түрлі кезде әр түрлі қылып оқуға болады. Екінші, измена, он изменяет, поменял меня на другую женщину. На самом деле он поменял на женщину, себебі я здесь была не женщиной. Бет әлпетім, түрім, бәрі әйел болуы мүмкін. Бірақ шешім шығарсам, приказ берсем, претензия айтсам, шарт қойсам, ол кезде ер адам ойлайды, мен әйелім қайда? Что мен мына жерде әйелімді көріп тұрған жоқ. И вот осы жерде қайда кетеді? Басқа әйел іздеуге. Әйел, именно әйел. Әйел деген кезде есімізге не түседі? Әлсіздік, қылықтық, жұмсақтық, сезім, пәктік, уют, бақыт. Вот осындай нәрсе есімізге түседі. И вот осындай нәрсені ер адам сондай нәрселермен подпитывается. Солай энергия алады десек болады. Оларға сол керек. И вот измена негізі көбінесе ол менің тәрбием. И ол жерде оқи беруге болады. Әйел өзіне сұрақ қоятын болса, бірден жауаптар келеді. Екіншісі, біреуі измена, а біреуі екінші әйел, это тоже про это. Мысалы, әйел адам шешім шығарып, өзіне түскен ақшаны өзі жұмсап, өз балаларына киіндіріп, тамақтарын алып беріп, курстарын төлеп, бәрін жасап жүрген кезде ойлайды, мен күйеуіме көмектесіп жүрмін, мен күшті нәрсе жасап жүрмін деп ойлайды. Бірақ жанұя күйеуіме берілді ғой аманат қылып. Мен күйеуіме қатысты, күйеуім жауап беретін аманатына не істеп жатырмын? Қиянат жасап жатырмын. Присваиваю это. Тартып алып жатырмын да. И в конце жертва болып еще жылаймын. Мен саған көмектестім, ниетім нормально болған, а сен не істеп жатсың? Сен даже бір рахметің жоқ. А на самом деле он меня просил об этом? Жоқ. Мен өзім тартып алдым. И вот осы жерде күйеуім айтады, если я здесь им не нужен, а он прям функциясы добытчик, достигатор, решала, защитник, мықты такой функциялары бар да. Ең мықты 1 терабайт iPhone, бірақ кәрі бабушкаға, бір 85 жастағы бабушкаға былай подарить еткен теңді. Ол бабушка не істейді ол телефонмен? Бүкіл функциясын қолдана ма? Қолданбайды ғой. И тура сол сияқты күйеуім ойлайды, мен мына жерде не істеп жүрмін? Мен өзімнің немді не могу проявить, еркек екенімді. И вот осы жерде заводит вторую семью, потому что там дается чувство. Там он себя ощущает мужчиной, там он себя ощущает таким добытчиком. И осы жерде не істейді? Он начинает квартира, машина, андай путешествие, жаңағы балаларға телефон, iPhone, бірдеңелерді жасау арқылы. И вот осы жерде бірінші әйел начинает себя сравнивать. А что не так? Что там так, а что у нас не так? И вот осы әйел сезім беретін, и бүкіл нәрсе күйеуін так прям ашып жіберіп, прям бүкіл потенциалын еткен кезде, мен оған қарап тұрғанда, мен просто әйел деп қараймын ғой.
А на самом деле она там давала такие чувства, что он как мужчина себя проявил. На самом деле все просто десеңізші. На самом деле все просто, когда консультацияға келген әйелдер, они начинают себя сравнивать, чем я хуже него. Что не так? Хуже него или ее? Нее. Хуже нее. Чем я хуже? Почему она что, красивее, что ли? Деп. Мәселе онда емес қой. Мәселе бір кішкентай сезімде. Менің күйеуім менің жанымда өзін еркек сезінбеді, ал ана әйелдің жанына ол барып еркек екенін сезінген кезде маған Алла тағала осы нәрсе арқылы не көрсетіп жатыр? Қандай болу керек на самом деле. Соны көрсетіп жатыр. Супер. Мен бұрын былай ойлайтынмын. Бірінші әйел алдым ба, екінші әйел алдым ба, дым разница жоқ ер адам үшін. Өзі, әу бастан өзі ер адам екенін көрсетсе, негізі әйел бола береді. Мен сөйтіп те ойлаймын. Яғни бір-біріне айна болады деген секілді. Мен сөйтіп ойлаймын. Например, бірінші әйеліне сөз өтпейтін ер адам екінші әйелмен де солай болып кетеді со временем деп ойлаймын. Олай оңай емес пе? Пусть еркек болса, еркектің дәлелдегісі келіп жатса, сол бірінші әйеліне дәлелдесін деген ой келді. Бұл жерде енді ер адамдар тыңдап қалса, вот міне сол үшін деп айтпас үшін де айтқым келіп жатыр. Мысалға Төребек ағай да айтады ғой, ер адамдар қатысу семинарында жолдасым барған кезде айтып келген жолдасым. Еркек болса, әйел болады екен. Әйел адам осылай оның әйелдің функциясы тек сезім беру. Бірақ сезім болмай жатса, демек ол сезім сыйлай алмай жатыр. Мына жерде мен өзім әйел болғаннан кейін мен әйел тарапынан айтып жатырмын да. Жаңа айтты ғой, кто решает, тот страдает. Төребек ағай ер адамдардың семинарларына ер адамдарға айтатын нәрсені айтады, әйелдерге қатысты нәрседе әйелге қатысты нәрсе айтады. Біз оған қатысты нәрсеге мен мысалы кіре алмаймын. Ер адамға қатысты нәрсе айтып жатыр. Еркек болса, әйел болады дейді. А бірақ мен әйелмін. Демек, Құранда мынандай нәрсе бар. Сұра, мен беремін. Шүкір ет, арттырамын. Демек, Алла тағала менен сұрап жатыр да бірінші. Менен күтіп жатыр да. Сұра дейді. Бірінші қадамды кім жасайды? Кім жасайды? Менен ғой. Смотрите, теперь смотрите. Сұра, мен беремін. Ол айтып жатқан жоқ, мен беремін, сен сұраған кезде. Сұра, мен беремін. Шүкір ет, арттырамын. Менен разы бол, мен сенен разы боламын. Машаллах. И вот осы жерде как бы бөлек талдау деген мен оказывается ондай нәрсе жасай алмайды. Мен өзіме қатысты нәрсені жақсы. Онда подкастында жатқандар әркім өзіне қатыстысын ғана. Иә, себебі әр адамның өзінің призмасы бар. И сол призма арқылы ары қарай ойланса, өзіне сұрақ қойса, жауаптар келеді. Супер. Әйтпесе, когда еркек болса, әйел болады деген кезде, еркек болса деген, ол қандай шарт? Когда я пойму, что он еркек, это же все на каком-то ментальном уровне сезіледі ғой. Шалбар кисе ғана еркек емес қой, там же тоже много, поэтому может один мужчина прийти и сказать, мен еркек болып жүрмін, сен неге қатын болмай жүрсің деген нәрсе де болуы мүмкін. Сондықтан осы жерде санаспай, кажется, сезім сөйлеген жақсырақ сияқты. Сезім деген и махаббат деген нәрсе көп нәрсеге жауапты негізі. Супер. Ниет те бар, кім үшін жасап жүрген. Супер. Көп рахмет жауаптарыңызға. Күшті жауаптар алдым. Алқасы жоқ. Машалла. 1000 теңге деп бір символично. Неге символично қоясың? Адамдарда бір андай, во-первых, өзім шығынымда жағын бару, келу и так далее. Символично просто. Сосын адамдар даже менде 1000 теңге жоқ деп жазады. Тыңдай берейінші дейді. Неше түрлі адамдар тыңдайды ғой енді. Ол қатты мен мақсат ақша болмай тұр да мына жерде. Главное, немді өтеп алсам деген мақсат тұр да. Мақсат деймін ба, не деймін енді, сондай нәрсе, сезім тұр. А өзіңізде ақшамен қарым-қатынас қандай? Хорошие. Бірақ подкастта қоя алмаймын десе? Подкастта адамдарды ойлаймын. Адамдарды ойлаймын, иә. Не деп ойлайсыз? Адамдар қиналып қалмасын деп ойлаймын. Адам үшін шешіп жатырмын.
қиналады деп шешіп жатырмын. Ақшасы жоқ деп шешіп жатыр. Олар жазады ғой еще. Жазады. Весь мир под меня подстраивается. Как я думаю, они такие жазады. Негізі адамды жалеть, аяу тәкаппарлықтың белгісі. Себебі оның да Аллахы бар. И егер оған нәсіп болса, подкаст тыңдау, оның нәпақасын да береді. Машалла. Демек, осы жерде я могу поставить 5000 тенге. И прослушает тот, кто мухтаж, но Аллах Тағала ему даст нәпақасымен. А я сейчас делаю что? Я сейчас делаю вывод, шешім, что у людей нет денег. Ешкім жоқ, мен ғана бар. И вся вселенная служит мне. Даже осы кішкентай ситуацияда вроде бы может показаться. Аллах үшін это не значит бесплатно. Аллах үшін это значит бесплатно? Нет, ничего не значит. Төребек ағайға сұрақ қойды семинарда. Бізге медресеге көп әйелдер келеді, курсты тегін өткізсін деп айтады. Төребек ағай айтты, тегін сұраса курсты. Демек ол курс ол адамға керек емес. Себебі егер ол кісіге курс керек болатын болса, Алла Тағала оның нәпақасын да береді ол бала адамға. И ол курсты оқи алады. Мен мына жерде как вопрос қойып жатырмын ғой. Вопрос ретінде қойып жатырмын ғой, уже сұрап жатырмын ғой. Значит, меня же это беспокоит. Как бы я не хочу негізі проводить бесплатно курс. Поэтому и прихожу и спрашиваю, не істесем болады. И осы жерде Төребек ағай не түсіндіріп жатыр, что ол адам егер ақшасы жоқ на курс, значит, ему этот курс не нужен. Аллахтан сұрамаған. Аллах не деді? Менен сұра, мен берем, сен асықпасаң болды. Машаллах. И вот осы жерде у вас подкасты на миллионы. Но кто их сыздандырып жатыр? Машаллах. Рахмет. Иншалла. Барлығын тыңдап көрсе екен. Практикада қалай болатынын. Иншалла. Пайдалы болады деп ойлаймын. Көркем тыңдағандарыңызға рахмет. Аллах разы болсын. Рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Құрметті тыңдарман, бұл подкастты аяғына дейін тыңдау ақыл екенін еске саламын. Көркем тыңдағандарыңызға рахмет.